Egilsek de orunlarından kozgalmаңдар dedi. Birden urus bastалды bilesizler. Peygamber Aleyhisselam Allahu Akbar deyip, mına soğuz kızgan кезде müşrikler kaçtı. Sonda kurgan sahabalar oyladı, boldu, jegis boldu deyip, olcadan kurgalmayıp deyip, onlar da ne kıldı? Köbü düşüp ketті. Sonda sahabalar içinde toktаңдар dedi. Toktamadı, olar düşüp ketті geldi. Осы сәтті пайдаланған Халид ibn Валид атпан айналып келіп, мұсылмандардың артынан не берді? Соққы берді. Болып тұрған жеңіс жеңіліске айналды, құрметті жамағат. Міне, ең ұлы пайғамбар, ең ұлы сахабалар тұрды, бірақ Аллах Тағаланың әмірін орындамады, не болды? Жеңіп тұрған жеңіс жеңіліске айналды. Бұның барлығы бізге не? Өнеге. Бұның барлығы бізге не? Сабақ. Пайғамбар Алейхиссалам айтады, мен кеткеннен кейін, мен сендерді бұтқа табынып кетулерінен қорқпаймын, мен сендерді қорқамын, дүниеге беріліп кетулерінен, дүниеге беріліп кетіңдер деп. Сондай ұлы сахабалардың өзінің аяғын тайдырып жүрген дүниеден біз не қылуымыз керек, құрметті жамағат, сақтануымыз керек. Бірақ Аллах Тағаланың рахматыменен, мағфиратыменен осы жерде сахабалар жан фида болды. Пайғамбар үшін жанын, тәнін тікті. 70 сахаба шахид болды. Солардың барлығы осы жерде жатыр. Солардың ішінде исламның арыстаны болған Хамза, Абдул-Мутталибтің баласы, Пайғамбар Алейхиссаламның әкесінің туысы осы жерде не болды? Шахид болды. Макка мүшриктері сөз тарқатты, Пайғамбар қайтыс болды деп. Жоқ, Пайғамбар Алейхиссаламды Аллаху Субхану ва Таала не қылды? Қорғайды. Пайғамбар Алейхиссалам білесіздер, осы тауынан шығып келіп, не жерде сахабалармен жиналған жер бар. Сол кезде Абу Суфиян келді, ол кезде мұсылман емес еді. Ол айтты, афикум Мұхаммед деді. Сендердің іштеріңде Мұхаммед бар ма деді. Пайғамбар Алейхиссалам үндемеңдер деді. Афикум Омар деді. Афикум Абу Бакр. Сендер іштеріңде Абу Бакр бар ма, Омар бар ма деді. Үндемеңдер деді. Сонда ол айтты, міне соғыс деген осы. Өткен жылы Бадырда сендер жеңгеніңдер, біз міне бұл жерде жеңілдіңдер деді. Сонда Пайғамбар Алейхиссалам тұр деді сахабаларға, Омарға сөйле деді. Сендерден өлгендер тозаққа кетті, бізден өлгендер не деді? Жәннатқа кетті деді. Міне құрметті жамағат.